Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осындай әдем погодада, төсең ана буш қатын сондай погодада осылай кетіп бара жатырмын. Клиникадан шықтым, кішкене ауырып қалғаным бар еді депше. Ойбай. Тоқтата алмай қалдым, ой. Қайдан жете бердім. Сөйтіп, короче, клиникадан шықтым да. Мынау қоймады. В общем, мен айтқым келгені, не айтқым келді депше. Анау, сіздер жазып жатсыздар ғой, алуға болмайды, не үшін алып жатсың, сен алдың ба не деген сияқты. Жоқ, маған просто тиктокқа осындай сообщение келіпті да, енді комментарий келіпті. Сол себепті өзімде біртүрлі оқып қалдым да, бірақ қалай болады екен ол деп просто саған болады. Егорова Мадина деген. А так менің фамилиям Еркін Мадина Еркінқызы деген. Ол қала береді, мен өзгерту ойымда жоқ, болмағанда не өзгертпеймін де деген сияқты. Вот. Соны айтып өте салайын дегенмін. Басқа не жаңалық деп. Әлі андай тойдан посттарды салуға, рилстарды салуға ештемеге үлгермей жатыр, негізі шыны керек. Бірақ әйтеу бәрін қойыңызшы маған, әйтеу сол тойыма деп күшті бір подарка кепті. Көптен бері андай не істеп жүрген едім, қарап жүрген, бірақ жалпы менің айтқым келгені, осыдан 2-3 жыл бұрын маған біреу келіп, Мадина, сені басқа адамдар сенің жай ғана бар болғаның үшін, сені көргендер үшін, сенің шын ниетіңе сенгені үшін жақсы көре алады десе, мен сенбейтін едім. Бірақ дәл қазіргі моментте менің жүрегім қатты елжіреп, сонымен сіздермен бөліскім келіп тұр да. Жалпы адамды мен жақсы көруге болатын білем, бірақ енді теледидар арқылы сен оның адаммен араласпасаң да жақсы көру мүмкін екендігін білгеннен кейін мен расымен де кеше беріп жүрген сыйлықтан қатты жүрегім елжіреп кетті. Бір жағынан андай ойлап қоям, алдынан бері ойлап жүрген нәрсеме осы бәрінен көріп кеттім. Маған неге бұйырмай жатыр екен, не болмаса мен қашан алады екем деп сөйтіп жүрген болатын. Бірақ дегенмен шүкір Аллаға барлығын жаңағыдай сый қылып маған дайындап қойыпты ғой. Рахмет көп-көп. Саламатсыз ба, Зарина ханым, қалайсыз? Hoş gördük. Şuanım pikmiyim. Әлі сондай ма? Достар, барлықтарыңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Түнде сторис салуды ұмытып кеттім. Біз сол Таразға тойға қалдық. Аманшын жетіп алдық. Мына жақ Шәмші деген менің нағашы бөлем. Ойбай, нағашы бөлем деген ше. Ya atsın. Кешеге 11 қаншет? хит болған кешеге. Такси заказ берді. Тура келдік. Достар да кішкене арғы жұмыс кеп тұр, қыдырып азанмен. Братишка. В общем, братишка, короче, наш братишка, бөле братишка, құрдас братишка дедің ғой. В общем, азанмен қуатқанымыз бар енді, в общем, біз Тараздамыз. Ұйқымызды қандырдық, ары бері шаруа істеп. Енді бізде таң асы почти, в общем, обед бізде. Значит, білесіңдер ма? Кәні? Түф! Ол Асөн деген бөле братишка. Үйіне кек қалдық қонаққа. Келіміз чоп ғып дастархан жайыпты. Бізге ас болсын. Кешке тойда жолыққанша. Ал біз тойымызға келдік, ресторандамыз. Бет ашып күтіп отырмыз. Жанымда туысқандарым. Айдын бәрі осында. Кешегі звездалар екі жағымда. Әне.
Açayım Açmış yok. Boş restoran adamı çok ki qate bo'libdi. Kamera qate bo'lib turib, sirtiga unutib ketdim. Bo'lib turadi.